Кешкі уақыт еді. Ақан мектептен сағат кешкі 6-да келеді. Ақан жанына барып әңгіме соғайын десем, көңіл күйсіз отырғанын көріп қалдым. Басында не үшін көңіл жоқ деп ойладым. Мүмкін сабақта біреу ренжітті ме? Содан кейін мен оған оның жақсы көретін сэндвичін жасап беремін деп айтқан едім. Соны жасамағаныма әлі 2 сағат өтіпті. Ақанның қарны ашқан ғой. Қой құрсын, Ақанға оның сэндвичін жасауға кірісейін. Иә достар, ас адамның арқауы. Егерде қарнымыз аш болса, біз еш нәрсе істей алмай, шаршап жүреміз, көңіл күйімізде түсіріңкі болады. Нанға плавленый сыр және де осындай тауық және үстіне ірімшік қойдым. Ал олай болса кеттік. Ақанға оның тамағын сюрприз қылдырып берейік. Ақан деп оны мәз қылдырып шақырдым. Құрметті ата-аналар, өз балаларыңызға осылай көңіл күй бөлуге ұмытпаңыздар. Қазір мектепкі уақытында оларға көңіл күй және де олардың сүйікті тамақтарын жасауға да ұмытпаңыздар. Ал Ақанның реакциясын қараңыздар. Оған әлбетте барлығы ұнады. Комментарияға өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздердің сүйікті тамақтарын қандай, және де міндетті түрде лайк басып маған тіркелуге ұмытпаңыздар.